Бүгінгі видеода 30 минуттың ішінде ақшамызды 0 доллардан 1 триллионға дейін тек балық аулаумен жеткізуіміз керек. Құрметті досым, егер дәл қазір арнаға жазылсаң, балық аулауға шыққан кезде саған капитана Моби түседі. Сондықтан 3 секунд берем, арнаға жазыл. 1, 2, 3. Арнаға жазылдың ба? Ендіше видеоға кеттік. Ал құрметті достар, базамыздың алдына шығып, алғашқы өзіміздің балық аулауымызды бастайық. Қалайсыз, Фишерман, жақсысыздар ма? Мен де қазір енді балық аулайын деп жатырмын. Әзірге қармағым осындай, оның да дәрежесін көтеріп қою керек еді. Ал бірінші 1,5 сәттілікпен бізге қандай балық түсетінін көрейік, құрметті достар. 1 триллионға жеткізу балық арқылы енді ол оңай нәрсе емес. Сондықтан сіздер лайк басып отырсаңыздар, біздер бүгін емін-еркін арқайын жеткіземіз. Ойбай, трипи-тропи емес шығар. Трипи-тропи керек болса мен мына жерден де аламын ғой. Міне бір трипи-тропи кетіп бара жатыр. Ну жақсы. Короче, жоқтан жақсы деген осы. Жалпы адамға ақша берме дейді. Қармақ бер дейді. Сондықтан біз қазір қармақпен шықтық. 2 қолға 1 күрек деп, осы қармақ арқылы 1 триллионға жетіп алсақ, бізге сол жеткілікті. Ей, не болды мынаған? Трипи-тропи лақтырып қайта-қайта 1,5-2 деген сұмдық қой мынау. Дым бермейді. Давай, мынау. Еще ивентімен как раз бізде болып жатыр ғой. 12 минут уақытымыз бар, құрметті достар. О, трулимеро труличина. Ойбай, біз тез қымбатырақ қармақ алу үшін мына жерден ақша жинауымыз керек. Ол ақшамыз сонда қармаққа кетіп қалайын деп тұр ғой. Ал қармақ, ол мықты қармақ бізде 3x сәттілік береді. 3x сәттілікпен мықты. Сен әдей істеп жатсың, әдей істеп жатсың, мына жерде ақшаларды алып аламыз. Пока уже бізде 80 мың ақша бар. Мен базам ішінде балық жүрмейді шығар, әлде жүре ма? Жүреді екен, достар. Базамның ішінде де менің балықтар жүреді екен. Давай. О, құрметті достар, Тентеколо технико. Ең бірінші қымбат брейнроттарымның бірі 1,5 сәттілікпен түсіп тұр, достар. Уже 37 миллион, бірақ алда әлі миллиард және триллион бар. Сондықтан мына жерден барлығын наларды сатамыз. Енді сендердің өкінішке орай маған көмектерің керек емес, достар. Так, бізде 47 миллион ақша бар екен. Надан тағы бір аламыз. 110 миллион нормально, әлі алда миллиард деген сияқты сынды көп нәрселер бар. Давай. Өтініш бір қымбат берші. Маған кеме берші, кеме керек болып тұр. Тез 1 триллионға кемемен жет, кемен сразу алсамшы. Бананина долфинита ол өте арзан брейнрот. Маған керек емес сияқты. Мына жерді тұрып алайық. Или ана үстеміне олайын ба? Мына үстінде тұрып аласаң көбірек зат шығады сияқты. Баста міне болу керек та. Бұл енді өзі балықшы ғой, мықты балықшы Фишерман деген. Соның үстіне міне баласында бүйтіп. Мына трипи-тропилер болмады. Мен қазір барамда бүкіл ақшалар жинайым да, ана жерден 3x сәттілік беретін не алам, қармақ алам. Міне, құрметті достар, 3x сәттілік беретін қармақ. Осымен 1 триллионға смело жететін шығармыз. Дәл лақтыруымыз керек қой міне. 3-ке түскен кезде. Брейнроттардың біреуін жұлып кетпек қармақпен. Давай, бері. Давай, қымбат бірден берші, өтініш. О, тағы бір Тентеколо технико, құрметті достар. Мына екеу сатамыз, мына екеу кереміз, трипи-тропи. Барындар, кетіп батқан жақтарыңа кете беріңдер. Мен сендерді қармақпен шығарып алам деп ойлаған жоқпын. Айтпақшы, трипи-тропи балық екен ғой бізде, балықтардың су тіршілік иесінің қатарына жатады екен ғой трипи-тропи. Давай, тез. Мен әртүрлі тактикалар жасап көремін қазір. Қалай, достар? Қалай? Өмірінде бір рет беретін капитана Моби маған түсіп кетіп тұрма сонда? Өтірік емес пе мынау? Түсім емес пе? Түсім менің. Алло? Не? Маған капитана Моби түсіп кетті, прикинь. Байымыз енді. Алло, досымжан. Қазір мен байыватым. Жаңа сол капитана Моби түскен осы. Ойланып отырмын енді. Капитана Моби несі басталмай жатып, біз уже миллиардтан асып кетеміз ғой уже. Видеоны бітіріп тастауға болады, достар. Капитана Моби мен смело видеоны бітіріп тастауға болады, достар. Құрметті достар, Сэмми дәл қазір 6x сәттілікпен радиоактивный ивент қосты. Енді бұл жерде одан да мықты брейнроттар шығу керек, бірақ өкінішке орай біз мына... Ойбай, Батито ауратито?
уже ма мен қазір мынаны капитана Мобидің ақшасын тиіспеймін. Капитана Мобидің ақшасын тиіссем мен қазір 1 триллионнан сразу басып кетемін ғой. Сондықтан мына қалған брейнроттармен тез 1 триллионға жетіп көрейік, иә достар. 1 триллионға жетіп көрейік, одан кейін барып көреміз. Ананың соңында аламыз, қанша триллион болатынын көреміз. Енді біздер оңай жол іздемейміз ғой. Әйтпесе қазір біз уже орындап тастадық, видеомыз бітіп қалуы мүмкін. Мынаны қараңыздаршы. Даже осындай 6x сәттіліктің кезінде маған капитана Моби түспей жатыр, ал мана просто бір ақша салған кезде капитана Моби атып түскені ше достар. Мына жерде енді бүгінгі радиоактивный ивенттің кезінде ой треппи триппа керек емес. 6x сәттілік деген өте жақсы негізі. Кокофант, элефант. О, леру кетір, леру. Жирафа Селестре 6x удачамен бірден берші, өтініш 6x удачамен. Охо! Бізде жалпы 1 триллионға емін-еркін жететін сияқтымыз. Уже бізде 400 миллиард ақша бар ғой, құрметті достар. 400 миллиард. Мен миллионермін деп айқайлай беруге болады уже. Краббо лимонатты. Нормально. Краббо лимонатты дегеннің өзі уже нормально, құрметті достар. Ашамыз тез. Мынандай тактикалар бар, жайлап бір рет басасын. Кері қарай түседі ғой міне. Міне орнына түседі да бір рет. Міне қараңыздар. Бір басасын артқа қарай түседі, бір басасын артқа қарай түседі. Сосын тез басып тұруымыз керек, құрметті достар. О, тентаколо технико бізде өте көп. Капитана Бобидің ақшасын алсам, қазір триллионнан асып кетеміз, сондықтан біздер оның ақшасын алмаймыз. Мына жердегі ақшаларды ала тұрамыз. Капитана Боби ең топовый ақша алып келетін брейнрот болып тұр ғой бізде. Уже 1 триллион болып тұр ғой достар. Мына қараңыздаршы, 1 триллионнан өзі 1 триллионнан келеді ғой бізге. Капитана Боби қалай түсіп кетті, достар? Басталмай жатып біз бүкіл видеоны айырып тастағанымызшы. Достар, капитана Моби нес? Botito auratito. О, Botito auratito, ол да жақсы. Не шығып жатыр? Кім шығып жатыр? Дельфинита шығып жатыр ма? Бананита, дельфинита. Өз шығып жатыр екен. Пока біздер балық олай белеміз, мүмкін тағы бір капитана Моби шығып қалады шығар. Капитана Моби шықса вообще топ болады. Белуга? О, мықты ғой тоже, жаман емес, құрметті достар. Бізге оркалер шықса вообще күшті болады. Оркалер біраз ақша алып келеді. Енді біздер жалпы основной мақсатымыз сразу орындап тастадық, себебі капитана. О, несі мынау? Тралалидон ой емес. Тралалидон деген ой емес. Тралалидон деген мәссаған дейтін ғой достар. Мынау мәссаған дейтін ғой мынау. Тралалидон ғой. Шыр астында неғып түсің үстінде. Үстінде бізде жай бір инроттар тұрады. Астында міне мықты бір инроттар бар. Міне мына жерге тұршы сен, орның мына жерде міне. Қазір мына дәл қасына тұршы капитана Мобидің. Капитана Мобидің қасына тұршы. Емін еркін, смело тұршы, уайымдамай. Йо, достар, біздер уже мынаяқта 1 триллиард жиналып тұр ғой. 1 триллиард! Капитана Мобидің өзі 1 триллиард жинақ қойған ғой. Тезіз қалғанын аламыз. Капитана Мобидің ақшасын алмай тұрамыз. Капитана Мобидің ақшасын қазір потом аламыз. Енді мен 1 триллионды аламын әзірге. Мына жерден тезіз ақша жинап алайық, құрметті достар. 1 триллионды мен басқа жерден жинағым келіп тұр. Капитана Мобидің соңында ақшасы жинаған кезде общий қанша ақша жинағымызды көреміз. Кім түсті? Лос Примас? 31 миллион беретін Лос Примас па? Достар, мына жерде бірдеме болып жатыр. Достар, мен білмеймін не болып жатқан, бірақ маған от души беріп жатыр ғой, портчикден беріп жатыр ғой, терезеден беріп жатыр ғой, қоймай. Адай болып кетеді ғой арасына бір. Бермей жүреді та саған өмір ойдым, бермей жүреді та бір күні келеді та бум етіп кәдімгідей от души береді ғой. Сондай болып жатыр достар менде. 3 брейнрот мықты маған дәл қазір түскен. Солардың арқасында қазір біз оркалеро мана айтып едім, құрметті достар, сол түсті жақсы, бірақ оркалеро оказывается аз береді екен, 100 мың ғана береді екен. Бүкіл брейнроттардың барлығын жинап аламыз да, мына қармақпен ауланған бүкіл балықтардың бәрін жинап аламыз да, қанша ақша беретінін көреміз. Лос Оркалитос, бірақ енді Лос Оркалитос өте аз береді. Бір жақсы жер бар ма, бір мінеп тұратын. Мынаның үстіне мінейін ба? Мына үстіне мінейінші кел. Көрейін қазір не беретін, құрметті достар. Не береді екен, давай. Оркалеро. Мына жерде тұрып лақтыра береміз бәрін. Мына жерде тұрып лақтыра береміз. Көреміз қандай балық түсетінін. Мына жерде тұрып, құрметті достар, лақтыра береміз. Қандай балық түсетінін көреміз қазір. Давай.
Давай тағы бір капитаном капитана мобиль сет шығар десем тағы біреу. Ну ничего, мынандай жерлерде тұрып бейт ашсақ болады. Екінші этаж жаққа барайық. Ой, капитана мобиль деген мынау мықты болды ғой, слишком құрметті достар. Мына жерге брейнроттарға лақтырып қоямыз, бүйтіп. Қолым қызық тұр екен менің. Қолына не болған адамның? Мен адамның қолына не болған, құрметті достар? Аманшылық па? Миллер не болды саған? Балық аулап білмейсің бәлде. Squalanana. Аулап біледі ғой, құрсын. Менде уже толайын деп жатыр, құрметті достар. Қазір 5, 6, 7, 8 орын қалайын деп тұр ғой. Қалған орындардың бәрі 9 орын бар. Менде 9 балық брейнротынан кейін бізде дым орын қалмайды. 290 мың бері. Жақсы. Өте жақсы балықтар бар екен, құрметті достар. Мына жерде ауланатын. Соның барлығын аулап алуымыз керек. Қалай мен қалай? Фишерман мырза, қалай мен балық жақсы аулап жатырмын ба сіздің ойыңызша? Жақсы деп қояды маған. Троппа. Ол да бізге түсетін еді ғой. Қазір радиоактивный эвенттің арқасында, құрметті достар, және 6x сәттіліктің арқасында тағы бір капитана моби сүріп алуымыз мүмкін. Жоқ, Ботито Ауратито тоже жақсы, құрметті достар. Неге? Себебі ол 525 мың береді секундына. 525 мың дегеніміз өте көп, былай алатын болсақ. Базамыздың барлығы мықты брейнроттармен толтырып жатыр ғой, достар. Эвиладон нес? Эвиладоны нес, құрметті достар? Эвиладоны нес? Мынау 104 миллион жинап қойған ғой, уже Эвиладон қайда енді? Құрметті достар, тез Эвиладонды бар алуымыз керек. Айттым ғой, мына өте мықты брейнроттар үйріп отыр маған бүгін деп. Эвиладонды аламыз да, достар, енді астына апарамыз. Құрметті достар, Эвиладон деген слишком мықты брейнрот қой. Ё-моё, достар, осы видеодан кейін мына тұрған екі видеоны көріп кетіңіздер. Екеуін орын ауыстырамыз. Эвиладон. Даже Эвиладон бар ғой, мына жерде тұру керек қой. Тралалидонның орында тұру керек қой. Міне, бұлай тұру керек қой. Ё-моё, достар, бүгін біздер мынандай мүмкін емес нәрсе жасап жатырық. Уже мынаусыз біз 1 триллион жасап тастайын деп тұрық қой. Капитана мобилсіз 1 триллион жасаймыз. Неге? Себебі мына брейнроттар бізге секундына біраз ақша алып келіп жатыр. Секундына 30 миллион деген өте көп қой. Нормально, тралалита ол нормально енді. Тралалита ол нормально. Үшінші этаж полный толайын деп жатырмын. 3 орын бар екен. Мына оркалямызға не қолды? Не бак болып қолды базымыз сыртында? Грайпус медуси. Грайпус медуси? Өте жақсы, достар. Грайпус медуси, мысал. Оркалерон сатчурик. Но не істеп тұр, сыртта соны түсінбеятын мен. Мен базам сыртында біреуі акула басқа балықтарды өлтірейін деп қарап тұрма, не істеп тұр? Кетшеш? Баршаш. Алло. Не болды анаған? Ана оркалераға не болды, құрметті достар? Мынау бак болып қалды, достар. Оркалера бак болып қалды, сразу айтам. Енді құрметті достар, арзан тұратын брейнроттарын бәрін сатып жібереміз. Мысалы 290 мың беретін брейнроттар бізге керек емес. Мысалы Лос Аркалитес қазір бізге керек емес, 230 мың ғана береді. Тантако Техниконың бізде 40-ы бар, оның да керек емес. Ботито Аурито бізге керек. Мыналардың бәрін салдамыз. Скуалананалардың бәрін сатамыз. Құрметті достар, Скуаланананың бізде толып тұр, астында да бар ау деймін, қателеспесем. Біреу бар астында бәсе. Так, мына жерден Тентаколо Техникон сатамыз. Крабо Лимонаттен сатамыз. Себебі бізде жақсы беретін брейнроттар бар. Так, Скуалананан тағы сатамыз. Троппа Трипан тоже сатамыз. Неге? Себебі бізде мына жерде клең жақсы беретін брейнроттар толып тұр. Барлығын астына түсіреміз. Мынау траверсіне Ботито Аурито. Ауритито траверсін 3-ші этаждан бір жақсы брейнрот түсіріп алайын енді. Так, жақсы брейнроттарда не бар бізде 3-ші этажда? 3-ші этажда жақсы беретін бізде бізде Грайпус медуси бар. Грайпус медуси да астына түсіріп қойық, құрметті достар. Секундына 1 миллион береді. Ондай брейнроттар әзірге бізде аз енді. Қалғандар енді 30-40 миллион беретіндер бар шығар, бірақ дәл осындай жақсы брейнроттар аз. Сондықтан мына жерде тұрып балық аулауымызды жалғастырамыз. Құрметті достар, қанша ақша жинап қойды екен бізде? 75 и 961 миллиард ақша жинап қойдық, құрметті достар. Фишерман мырза, мен байып жатырмын жалпы. Фишерман мырза, қалай қарайсыз мен байығаныма? Жақсы брейнроттардың барлығы мен алып жатқан сияқтымын. Қалай ойлайсыз?
Ал. Tentacolo tecnico. Ой, тентакулы технико, давай. Енді маған не керек білесіздер ма? Belula beluga. Белуга, жаман емес. Құрметті достар, мұнымен біз 1 триллион болайын деп тұрық. Мұнаның үстіне тұрып соңғы рет лақтыруымыз керек қой, әдемісінен. Мұнаның үстіне тұрып лақтырғым келіп тұр, мен админ машинаның үстіне тұрып лақтырам. Админ машинаның үстіне тұрып... Ой, неге дұрыс лақтырмайсың? Міне 3x сәттілікпен лақтырдың, құрметті достар. Қазір көреміз 3x сәттілікпен маған қандай балық брейнрот түседі екен. Ал асықпай тұрып 1-2 О май гад, шошып кеттім ғой, лос оркалитес екен ғой. Йо, мен уже лос примус деп ойлап қалдым ғой 1 секундқа. Құрметті достар, біздер балық аулау арқылы 1 триллионға жеттік, және осы жерде біздің видеомыз аяқталады, бірақ оған дейін мына жерде тұрған Капитана Мобидің қанша ақша ақып келгенін қазір бірге тамашалайтын боламыз. Соңғы алатын балығымыз, давай, и скуаланана, нормаль, жаман емес. Ал 2,5 триллион жинақ қойған Капитана Мобиге не дейсіздер достар? Міне, и бізде 3 триллион 83 миллиард ақша бар, құрметті достар. Дәл осы жерден біз осы видеомызды аяқтаймыз. Себебі біз қалаған өзіміздің тапсырмамызды орындадық. Ол 1 триллионға жету болды. Ал 1 Капитана Моби бізге қанша ақша алып келген өздеріңіз де көрдіңіздер. Бірінші стажда бізде міне мынандай брейнроттар тұр. Ең мықтысы Капитана Моби, одан кейін Ивилидон, одан кейін Лос Примус, Тралалидон. Енді қалғандары бізде сәл обычный брейнроттар. Маяқта жақсыларына Крайпус Медуси бар. Қалғандары стандартный брейнроттар. Маяқта Ботита Аурита. Екінші этажда бізде орташа брейнроттар толып тұр. Және бір брейнрот менің базымның алдына кетпей жатыр. Мынау не ақ тұрған білмеймін. Оркаля. Базыңызға барасыз ба? Бармайды сияқты бұл базасына. Не базасына бармайтын білмеймін достар. Ал құрметті досым, егер саған дәл осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып арнаға жазылуды ұмытпа. Сіздермен бірге оған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше.